Барыңызға сәлем достар, сіздермен Гүлжанат. Бүгін сіздерге ыстық шоколадтың рецептісін ұсынамын. Бұны үлкендер де, балалар да сүйіп ішеді. Әсіресе салқын күнде таптырмас сусын. Видеоны қарамас бұрын менің Instagram парақшама тіркелуді ұмытпа. Барлық ингредиенттерді описанияға жазып қоямын. Ыдысқа су құямыз. Оның үстіне какао саламыз. Какао қандай екендігі маңызды емес. Үстіне шым-шым корица саламыз. Егер корица болмаса, бұл этапты өткізіп жіберсеңіздер болады. Жақсылап араластырамыз. Одан соң бал саламыз. Тәттілігіне қарай 2 шай қасық салдым. Егер аса қатты тәтті болғанын қаламасаңыз, онда 1 шай қасық немесе жарты шай қасық салуға болады. Енді орташа отқа қоямыз. Үздіксіз араластыра отыра қайнағанша ұстаймыз, бірақ қайнатпаймыз. Қайнай бастаған уақытта сүт құямыз. Сүттің менде майлығы 3,2%. Енді орташа отта үздіксіз араластыра отыра қайнағанын күтеміз, бірақ қайнатып қажет емес. Қайнай бастаған уақытта шоколад саламыз. Менде Қазақстан шоколады. Тағы да жақсылап араластырамыз, шамамен 1-2 минуттай. Осы шоколад толықтай еруі қажет, одан соң оттан түсіреміз. Ең басты нәрсе қайнатпаңыздар. Қайнатсаңыздар, оның структурасы өзгеріп кетуі мүмкін. Шоколадты ыстық күйінде ішсеңіздер өте дәмді. Мен үстіне маршмеллоу саламын. Егер сіздерде осындай арнайы сүтті араластыруға арналған араластырғыш болса, көпіртіп араластырып алсаңыз болады. Онда кәдімгідей ресторандағыдай ыстық шоколад болып шығады. Бірақ бұл міндетті емес. Және де мен үстіне маршмеллоу саламын. Маршмеллоу барлық супермаркеттерде сатылады. Достар, менің каналыма тіркелген соң, мына жерде қоңыраушаның суреті бар, колокольчик, соны басып, все дегенді таңдаңыздар. Сол кезде мен әрбір салған рецепттерімді жіберіп алмайсыздар. Және де жоғарыда плейлист деген бөлім бар. Егер соны бассаңыздар, бұл жерде ыстық тағамдар, тәтті тағамдар, таңғы ас, екінші тағамдар, салаттар, сорпа барлығы тақырыпшаларға бөлініп жасалған. Міндетті түрде егер қандай да бір рецепті іздейтін болсаңыз, осы плейлисттен оп-оңай таба аласыз. Барлығыңызға сәттілік тілеймін.